Сәлеметсіздер ме? Мен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы 195 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Нишанбаева Динара Хамидовнамын. Мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді деп қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы Мәлік Ғабдуллин айтқандай, мен де өзімнің алдымда отырған оқушыларыма бойымдағы бар білімім мен күш-жігерімді жұмсап, тек жақсы қасиеттерімді сіңіріп келе жатқан ұстаздардың бірімін. Біз оқушыны сабақтың оқу бағдарламасына сәйкес материалды меңгеріп қана қоймай, жаңаны танып, құпияның сырын ашып, шығармашылық тұрғысынан шабыт алуға жетелеуіміз тиіс. Бастауыш сынып балаларының қызығушылық қабілеттерін арттырып, зерттеуді, зерделеуді, бақылау мен салыстыруды көп қажет ететін пәндердің бірі жаратылыстану. Бүгін мен 2-ші сынып жаратылыстану пәніндегі заттар мен олардың қасиеттері бөлімінің ауа толы айнала тақырыбына тоқталып өтейін. Мен сабағымда әдеттегенше оқушыларға психологиялық ахуал тудырудан бастадым. Бұл жолы аялы алақан тренинг арқылы оқушылардың сабаққа деген ынта-жігерлерін оята білдім. Мақсатым жылылық, сенімділік деңгейін арттырып, еркіндікті дамыту. Оқушылар шеңбер бойына тұра қалады. Және бүгінгі сабақтан не алғың, не көргің келеді сұрағын қою арқылы оқушыдан жауап ала білдім. Жаңа сабағымыздың тақырыбын ашу мақсатында оқушыларға мынадай жұмбақ жасырдым. Мұрыннан кеудеге өтеді, одан кері кетеді, өзі көзге көрінбейді, онсыз өмір сүрілмейді. Әрине балалар шуласа, ауа деп жауап қата бастады. Осыдан кейін ғана бүгінгі жаңа сабағымның тақырыбы мен мақсатын хабарладым. Бүгінгі сабақта игерілетін оқу мақсаты 2-3, 2-2 ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау және 2-1, 2-3 бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу. Білімдеріңізді толықтырмаған әр күн сіз үшін текке кеткен және енді қайтып оралмайтын күн деп есептеңіз, деп Константин Станиславский айтқандай, мен жаратылыстанудың әр сабағында өзіңді бақыла айдарымен толықтырып отырамын. Өзінің ішкі жан дүниесімен сыр шерте білетін бала келешекте мүдірместен ұлағатты ой айтып, тез шешім қабылдайтын жан болып өсері хақ. Конфуцийдің маған айтып берсең ұмытып қаламын, көрсетсең есімде сақтаймын, өзіме жасатсаң үйренемін деген нақыл сөзін биік ұстанамын. Баланың сабаққа деген қызығушылығын арттыратын осы бір ерекше айдарды әр сабағымның өн бойында пайдалануға тырысамын. Ауа туралы бірнеше тәжірибе жасатасыздар, иә? Бірінші тәжірибеміз, тақаға қараймыз. Неге? Ауаның түсі қандай? Ауаның түсі бар ма? Жоқ, көзге көрінбейді, иә? Енді оны қалай байқаймыз? Қолымызды бір-біріне түрістірейік. Сөйтеміздер жоғары көз алдымызға келтірейік. Дәл көзіміздің алдымызға қоямыз кәні. Сендерге сұрақ. Балалар, мені көріп тұрсыңдар ма? Жоқ. Не көріп тұрмыз? Қолымызды. Яғни қолымызды несі бар екен? Түсі. Сондықтан біз қолымызды көре аламыз. Ал қолымызды жаймен түсірейік. Қолымызды жаймен түсірейік. Енді мені көріп тұрмыз ба? Көріп тұрмыз. Яғни ауаның түсі жоқ, түссіз екен. Дәлелдеп пе? Енді біздің екінші тәжірибеміз бар. Екінші тәжірибеміз ауаның иісі қандай? Ауаның иісі жоқ. Ауаның иісі жоқ. Ол үшін масканы кішкене төмен түсіреміз бәріміз. Ауаны иіскейікші. Бар ма иісі? Жоқ. Енді менің қолымда антисептик тұр. Осы антисептикті ортаға сеуіп жіберейік. Енді бәріміз бір иіскейміз. Ненің иісін сездік? Антисептик. Яғни біз бірінші иіскегенде ауаның иісін сезбедік, иә? Оған нені септім мен? Қолымдағы антисептикті сеуіп, ненің иісін шығардым? Антисептиктің иісін шығардым. Яғни ауаның иісі бар екен? Жоқ екен. Келесі тәжірибеміз. Ауаны ұстай аламыз ба? Қане ұстап көрейікші? Қаншамыз қол ауа бұл? Ұстап көрейік. Ұсталды ма? Қолымызды ауа ұсталды ма? Байқалды ма? Ол үшін тағы да бір тәжірибе жасап көрейік. Оған бізге пакет және түйреуіштер керек, яғни түйреуіштің ұшы керек. Пакетті мен біртіндеп тарқатамын. Содан кейін ауаны ұстап көрейік. Атама жоғары көтереміз. Бірінші былай ортасын кетіріп алайық. Содан кейін жоғары көтеріп, бәріміз бірге кім ауаны
Бізде төртінші тәжірибеде ауаны затқа сала аламыз ба? Ол үшін алдымыздағы шарттарды ұстаймыз, қолымызға масканы түсіреміз. Біздің қолымыздағы шап, зат, иә? Енді осының ішіне ала толтырып көрейікші, бәріміз бірге. Мен үш дегенде жібересіңдер. Түсінікті ма? Сол кезде не болғанын байқаймыз. Не үрлеп күнің ішіне? Ауа толды, иә? Енді осыны қазір бәріміз бірге жібереміз. 1, 2, 3. Балалардың бір-біріне деген сенімділігі мен сүйіспеншілігін арттыру, бір-бірін қолдау дағдысын қалыптастыру мақсатында дұрыс ойынын, яғни жұптық тапсырманы бердім. Жұбымен ақылдаса, бірлесе тапсырманы орындау нәтижесінде тәуелсіз және ойшыл, өмір бойы оқуға қабілетті тұлға қалыптасады. Уақыт аяқталған соң барлық оқушылар бірігіп, әр жұпты тыңдап, қол шапалақтау арқылы қолдау көрсетіп отырды. Түрлі түсті шарлар арқылы бөлінген 3 топ оқушыларына алдыңғы білімдеріне шолу мақсатында топтық тапсырма ұсындым. Өзімнің іс тәжірибемнен байқағаным, топтық жұмыстың тиімділігі сабақты жақсы біле тұра, топ алдында өз ойын еркін жеткізуде қысылатын. Тұйық оқушы өз ойын айтып, топ мүшелерінің ойын толықтырады. Бұрын сабаққа көп белсене араласа бермейтін мұндай оқушылардың бойында өзіне деген сенімділік пайда болады. Бірінші топтағы балаларға сөз жұмбақ шешу тапсырылды. Мақсатым оқушылардың есте сақтау қабілеттерін арттырып, түрлі сұрақтарға жауап беру барысында осыған дейінгі алған білімдерін жетілдіріп, ізденіс дағдыларын қалыптастыру. Ал екінші топ оқушыларына филворд шешуді ұсындым. Мақсатым көру қабілетінің есте сақтауын дамытып, зейінін тапсырмаға шоғырландыру. Үшінші топ мүшелері болса, адасқан сөздердің орнын тауып, тұтас бір сөйлем құрастыруға бел буды. Бұл жердегі мақсатым сөйлеу мәдениетін қалыптастырып, уақытқа бағыну, шапшаңдық дағдыларын дамыту. Топтық жұмыс өткізудегі аталған мақсаттарыма қол жеткізе білдім. Оны әр топ мүшесінен суырылып тақтаға шығып қорғаған жұмыс нәтижесінен байқадым. Жас ерекшеліктеріне сай ойларын жинақтап, басқа топ мүшелеріне жеткізе білді. Топтар бір-бірін 2 жұлдыз 1 ұсыныс арқылы бағалап отырды. Келесі кезекте сен білесің бе айдарын ұсындым. Тапсырма: фотосуретке қара. Адамға қалада тыныс алу оңай ма, әлде орманда тыныс алған оңай ма? Неге? Дәлелдер келтір деген сұрақтар тасталды. Балалар екеу ара пікір алысып, ұтымды жауаптармен сұрақты толыққанды қанағаттандыра білді. Жаңа сабақты есіңде сақта айдарымен қорытындыладық. Оқушылардан сабақ соңында жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс алынды. Күндіз-түні үнемі еңбек ету, мәңгілік оқуға әбден жаттығу соншалықты өжет болу қажет. Ол үшін әрбір сағат өте қымбат деп Антон Чехов айтқандай, әрбір сәтімізді бағалай білейік. Назарларыңызға рахмет.